Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Бүгін мен сіздермен бірге дәмді, ерекше тамақ жасайтын боламын. Ең алдымен жұмыртқаны ыдысқа жарып, су құйып араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызға тұз салып, жұмыртқа араластырылған суымызды жайлап құйып, қамырымызды жайлап илей бастаймыз. Дайын болған қамырымызды 10 минутқа тындыруға қойып қоямыз. Қайнаған суымызға тұз салып, күрішімізді пісіріп аламыз. Тартылған етімізге тұз, бұрыш салып араластырамыз. Одан кейін күріш, туралған картоғымызды және жуамызды салып жақсылап араластырамыз. Дайын болған нанымызды екіге бөліп, жақсылап сыраламыз.
Қамырымызды бөліктерге бөліп, тартылған етімізді саламыз. Одан кейін дәнмен орағандай орайсыздар. Мантаваркаға салмас бұрын қамырымызды майлап аламыз. Қайнаған суымызға мантаваркамызды қойып, тамағымызды қайнатамыз. Ендігі кезек тұздығымызды жасауға кірісеміз. Ең алдымен сары майымызды саламыз. Одан кейін жуамызды қорып аламыз. Одан кейін туралған сәбізімізді, тәтті бұрышымызды, қызанағымызды араластырып қорып аламыз. Одан кейін 1-2 қасық томат саламыз. Міне дәмді ерекше тамағымыз дайын болды. Сіздер де дайындап қараңыздар. Осы видеома лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.